Ассалаумағалейкум достар, спорт мастер арнасына қош келдің. Менің есімім Нұрфат. Бүгінгі видеода мен сіздерге бел ауырғанда қандай жаттығулар істейміз. Бел ауырғанда жаттығулар істеп, белдің ауруын жазуға боламы? Яғни бел ауырғанда жасайтын жаттығуларды үй жағдайында жасап көрсететін боламын. Бұл жаттығуларды жасағанда ешқандай құрал жабдық қажет емес, ешқандай гантель ештеңе қажет емес, тек қана жерде орындалатын жаттығулар өзіңіздің салмағыңызбен. Бұл жаттығуларды орындап сіздер бір аптаның ішінде беліңіздің ауырғанын кетіре алатын боласыздар. Көбісі маған сұрақ қойып жатады, бел ауырғанда қандай жаттығулар істейміз, арқа ауырғанда қандай жаттығулар істейміз деп. Бүгінгі видеода мен сіздерге белді шынықтыруға, белдің ауруын кетіруге арналған жақсы жаттығуларды көрсететін боламын. Бұл жаттығуларды қайталап сіздер беліңіздің ауырғанын бір аптаның ішінде кетіре алатын боласыздар. Достар, менің еңбегім бағалап, менің арнама тіркеліп кетіңіздер, лайк басып кетіңіздер және осы видеоны достарыңызға таратуды ұмытып кетпеңіздер. Және маған қоятын сұрақтарыңыз болса, мен мына жақта Instagram парақшам тұр, оған кіріп сұрақтарыңызды қойып кетсеңіздер болады. Мен міндетті түрде жауап беріп өтетін боламын. Достар, бұл жаттығуларды сіздер міндетті түрде қайталайсыздар деген ойдамын. Ал біз жаттығуымызды бастаймыз. And I'm sad, and she's sad too. If I die, then I had to. My life is turned upside down like why? And goddamn, I don't wanna write no list. I don't wanna fuck my wrist. Goddamn, took it all away. It goes away. Then it comes back again. Damn, I guess you lost another friend. Talking about it like it's a goddamn choice. Keep on fucking talking, I'ma shut your voice. Cause I rock designer don't mean I'm Gucci. You would know if you fucking knew me. She said let him talk, it go right through me. I don't know if she said that truly. Hello, you don't gotta lie. And I know it's hard sometimes. How can they think that we don't try, even though we tell them? And I'm sad, and she's sad too. If I die, then I had to. My life is turned upside down like why? And I'm sad, and she's sad too. If I die, then I had to. My life is turned upside down like why? And I tiptoe back to the darkness. I don't want this. What the fuck is it you not get? I don't really wanna talk it out. Yeah, how'd you really wanna walk it out? I'ma mind my own business, but my feelings slowly killing. They be drilling into my head. You don't wanna come in and see it, you don't. I used to say that I was blessed, but now I feel like I'm too stressed to live my life. I think it's over. And I'm sad, and she's sad too. Devil in a red dress, call 911, I'm a killer. You know I hate to confess. Bang bang, got my hand on the trigger. The devil in a red dress, call 911, I'm a killer. You know I hate to confess. Bang bang, got my hand, call
Достар, осымен біздің видеомыз өз соңына жетті. Яғни сіздер бұл жаттығуды қайталап біттіңіздер деген ойдамын. Бұл жаттығуды сіздер қайталап беліңіздің, омыртқаңыздың ауырғанын кетіре алатын боласыздар. Яғни омыртқаңыз ауырсынып жүрсе, бұл жаттығуды сіздер күнделікті қайталап видеода подходтар жасасаңыздар, омыртқаңыздың ауырғанын бір аптаның ішінде тез арада кетіре алатын боласыздар. Сосын маған сеніп, бұл жаттығуды қайталап омыртқаңыздың ауырғанын кетіріп алыңыздар. Бұл жаттығуды көп адамға пайдасын тигізген, және сізге де міндетті түрде пайдасын тигізетін болады. Менің каналымды қолдап кетіңіздер, достар. 13 000 подписчикке жетуіміз керек. Сол үшін астында мынандай подписаться қызыл кнопка бар. Соны басып, менің арнама тіркеліп, маған қолдап, мені каналымды көтеріп кетіңіздер. Сол үшін каналға лайк басып, каналға тіркеліп, колокольчик басып кетіңіздер. Және мен Instagram парақшама кіріп, сұрақтарыңызды қойып кетсеңіздер болады. Міндетті түрде жауап беріп өтетін боламын. Жаттығуды міндетті түрде қайтала, сізге пайдасын тигізетін болады. Келесі видеода кездескенше, амандықта жүздескенше. Сау болыңыздар.